Ассаламағалейкум. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Сіздер мен ауыл тынысы арнасы. Бүгін 11-ші қазан, сенбілік күн, 2025 жыл. Бізде Павлодар облысындағы ауа райы міне күн боран, әппақ боп қар жатыр. Әппақ боп қар жатыр. Мына жақ егіс алқабы, шемішке, көріп тұрған шығарсыздар. Шемішке мына жақ. Мынау жолдың үсті. Ауданнан ауылға келе жатырмын. Бүгін бір көрерменімнің, Шарбақты ауданында тұратын көрерменімнің анасының жылдық асы еді. Сол жылдық асына барып, Құранында болып, дұғасында болып қайтып келе жатырмын. Сонымен үйге келе жатырмыз. Боран, осындай қар таңғы сағат 4-те басталғанның, содан бері әлі бір тоқтаусыз жауып тұр ғой енді. Осындай бір сәт, боранды күнді түсіріңізші деп көрермендерім сұрап атады. Ауылға әлі бір 30 километрдей жер бар. Мына жердегі даланы бір көрсете кетейінші деп түсіріп атқан түрім ғой. Осындай жағдай біздегі ауа райы. Бірақ бұл енді қар жатып қалады деп ойламаймын. Жатпайды бұл. Себебі жер қатқан жоқ, қара жер қатқан жоқ. Бұл әлі еріп кетеді. Оның үстінде әлі ерте. Оның үстіне әлі ерте ғой. 11-ші ғана қазан ғана. Бұл халықты, елді бір қорқыту, қысқыға дайындалу деген сөз ғой енді. Осы қалған видеоның жалғасын енді үйге барып видео түсірерім. Ауылға жеттік, ауылға келсек. Ауылда боран әлі сол баяғы, бірақ өрістен малдар келіп жатыр екен. Сағат 2:30-ның кезі бақташы ие бола алмаған екен, малдар ауылға қарай тартып. Сонымен балалардың үшеуі де түгелі қой мен малдың жанында алды міне келіп жатыр. Қазір қойды да кеп қамайды. Малды да кеп қамады. Естіп тұрған шығарсыздар, аяқ кәдімгідей сықыр-сықыр етеді. Қар. Бірақ аяз жоқ. Аязды күнгі сықыр мен қазіргі сықыр екеуі екі басқа енді. Жауып татыр, еріп татыр. Еріп үлгере алмай жатыр ғой, былайша айтқанда. Бүгін айта кететіндей бір жағдай, сосын өткенде комментарийлардың бірінде бір көрерменім жазып жіберіпті. 11-ші қазан менің туған күнім еді. Сол туған күнімде 11 күні бір видео шығарыңызшы деп. Соны қабыл алып, бүгін видео шығарып қойыш деп, негізі сол бауырыма айтқаны не кетпеш деп шығарып отырмын осындай бір видео. Бауырым дені сау болсын, туған күнің құтты болсын, бар жақсылық болсын. Деніңе саулық, басыңа амандық тілейміз. Бар жақсылық болсын. Міне малдар осылай бүрісіп тұр. Мына жақта қойлар қамалып жатыр енді. Дала әппақ. Ар жақ көрінбейді, дала жақ. Алыстан көрінеді. Қазір малдарға бір 2-3 рулон осы жерге шөп саламыз. Бұлар жеуін жемейді бұны. Малдар тоқ түске шейін оттап алды ғой енді бұлар. Азықтанып алды. Түнгіге астарына деп мына жерден әдей үйілген шөп бар. Мына жерде біраз. Соларды әкеп 3 рулондай шөп салып қоямыз. Ол рәсуа емес, шөптің әдейлеп аталып дайындалған күзгіге деп.
бұл шөптер шабылмаса, биыл орылмаса далада да тұрушы еді. Түкке жарамсыз болып. Міне қойлардың жағдайы міне осындай. Осында кеп қамап отырмыз енді. Ой, немене анау? Немене? Ешкі ме? Санайын деп атсың бар сен. Осындай жағдай. Бай бол да жүр, шақ кәрім барлығы жүр өздері. Сағат 11-12 кезінде мотоцикл от алмай қалып, бақташы адам қойларды ұстап қалыпты да малды қоя беріпті. Сонымен малды жаңа іздеп тауып алды ғой балалар трактормен шығып. Бұлар мынадай күні қайда барады дейсің? Бұлар ешқайда болмайды, ауылға келеді. Сөйткенше мен де машинамен ауылдың шетіне кіріп біздің көшеге түссе, көшенің басында қаралаңдап малдар өтіп баратыр. Бірден балаларға хабарластым. Малдар ауылға кіріп жатыр ғой деп. Сонымен көшенің басынан осындай деп алып келдік. Негізі қыста сәнді, я. Әдемі болып тұр. Күн суық емес. Мынау сұңқар. Сұңқарды ауылдың маңайында екен, бірден ертіп алып шықты балалар. Оны да. Ат осындай да керек. Үйдегі жылқы осындай уақытта нағыз керек. Мал жинауға. Мотоцикл деген нәрсе ол енді темір ғой. От алмай қалды. Жаяу мынадай күні малдың артынан, қойдың артынан жүгіру мүмкін емес. Міне осы қазір енді үй жаққа барам. Таңертең ауылға жылқыларды әкеп қамағанның. Оны түсіруге уақытым болмады. Зит бауырымда келіп тұрды. Ауданға баруымыз керек болды жабдыққа жаңағы. Сонымен оны түсіре алмай қалдым. Бірақ үйге 2 жылқа әкеп қойды балалар. Сонда түсіріп көрсетем ғой. Малдардан шығып, мына жаққа қарай келе жатырмын. Жылқының сұңқардың ер тоқымын алып қойды. Біраз кешігін кіріп қалдым, қойларды санап алдық бірден. Дұрыс па жоқ па екен, мынадай боранды күні ықтап кеткен жоқ па, бір 20-30 бастан бөлініп кетпеді ма деп сақтық қой. Жоқ, түгел екен, түгел. Сиырларға шөп салып қойдық. Сауынды сиырға. Осы жерден оттап жатыр. Оттап. Міне. Бағана жылқыдан қарағанда дөп-дөмалақты сияқты көрінгеннің. Қазір үстері жауын болған сайын қар болып еріп атқаннан кейін. Шаққарым кетпеш, мына жақтан айналып кеш. Ес жаба қоясың қазір. Мыналарды естеріңізде болса, былтыр осы екеуі жабағы болды. Осы екі жерен. Төбелі, жерен төбелі дейді қой енді бұларды. 1,5 жасарлар екеуі де. Қорқпай тұр менен. Денелерін көрсетейін деп едім. Екеуі де еркек. Осында ұстап алып келдік. Бұларды енді жем дейміз деп отырмыз. Біреуі біздікі емес. Біреуі бұл жолдас баланыкі. Жолдас баланыкі. Мынау біздікі. Бұны білмеймін, енді жем дейміз. Арғарай көре жатармыз. Соғым бола ма? Негізі соғым болады деп отырмыз енді. Денесі жаман емес сияқты. Біраз бұл жалпақтау кішкене. Бартық келген, мынау кішкене бойшаң. Мынаған қарағанда. Былтырғы видеоны ақтарып қарасаңыздар көресіздер. Ол екі тайды жабағы кездерін. Бұларды ақтап тұр енді. Жылқыларды енді қайтадан айдап әкеткен шығар. Ауыл көп бүгін мал жылқыларын ұстады енді.
соғымға байлауға сататындар сатты. Белгі салатындар белгі салды. Осындай жағдай мынау тауықтары Шәккәрімнің қораның ішінде жүр. Мынау Сұңқар. Сұңқар атын білет кәдімгідей. Өзінің қырымен қарайды маған. Сұңқар. Осындай. Қазақ немеде айтушы еді. Боранды күні ит пен бала құтырады дейді. Балаларға бәрібір. Үстіміз шылқылдайды деп қорқатыны жоқ. Ан жерде інімнің, Зейт бауырымның балалары алысып ойнап жүр қармен. Осындай жағдай. Кешкілік аяз түсіп келатқан сияқты ма? Қолым тоңа бастады. Бағана жолда түсірген кезде аса білінбегеннің қолым тоңып. Қазір кәдімгідей аяз түнгілік уақытқа түседі қой енді кішкене болсын аяз. 7-8 градус па соңайдың маңайында баратын шығар. Мына жақты қарап өтейік. Бордақы бірінші қар ғой. Бұлардың қандай жағдайда болып жатқандарын. Бұлар жақ нағыз бұлғаныш кезең ғой қазір алдында. Жоқ, ықтап жатыр әне. Ықтап тұр. Суларын ішіп жатыр міне. Міне айтқаным, жемді жеп жатыр бәрібір. Таңертең салынған жем, бұл түсте салынған жоқ. Түсте салынбай. Әне суға тиіп, қарға тиіп, кішкене жемді езілтті. Бірақ шұқылап бәрібір жеп жатыр. Қазір кешке шейін тауысып қояды. Кешке тағы салтып тастаймыз. Таң атқанша өздері тауық салды. Әне ар жақта малдардың үсті құрғақ. Ықтап тұр осында. Тамаша. Бүгін оның үстіне жел солтүстіктен шығып тұр мына жақтан. Қарама қарсы соғып тұр ғой мына қораға. Жоқ, тиіп тұрған жоқ қар. Мынаның ішіне қар тиіп тұрған жоқ. Бер жақтарынан ұшқындап тұр. Еш нәрсе етпейді жақсы. Осындай ақ мамыққа орады. Кәдімгідей. Әлі де жауатын түрі бар. Кешке шейін жауады дегеннің ауа райы. Дәл сол болайын деп тұр енді. Осы біздегі жаңалығымыз. Бір Алла деп шүкір Алла. Мына қарға дейін үлгердік. Дүкеннің үстін от жағу жүйесі жағын тұтастай жауып алдық профлиспен. Өткенде айтып едім ғой. Профлис әкеліп кешігіп қалдым деп. Профлисті жауып кеше үлгердік. Бүгін міне боран болды, қар болды. Дүкеннің ішіне су іштемей ағып жатқан жоқ. Құрғақ болып тұр. О да бір Алланың қалауымен болған нәрсе ғой енді. Жауып тастадық, тамаша болды. Уайым қайғы жоқ енді. Уайымдамаймыз. Су өтіп кетті, үйтті деп. Осындай бір қысқа видео. Сұңқар есікті ашып опты мынаның. Балалар тамақ ішуге кіргеннің. Қазір Сұңқармен 1-2 рулонды, 2-3 рулонды малдар жаққа кіргізіп тастағалы отыр. Осы қолым тоңып қалды. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Ана жерге Шәккәрімдер қосылды. Шәккәрім өзі шылқылдақ келді ғой жаңа мал айдасып бірге. Сонда да болмайды, бірақ балаға білінбейді. Қар атысы ойнап жүр.
Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз тағы да. Бар жақсылық болсын. Есен, сау болыңыздар.